Сонымен барлығы дайын. Қақпа торының дайын еместігіне байланысты қазір сала қазір көріп отқандарыңыздай бұрыштама добын орындауға Елімай мүмкіндік алды және гол! Қараңыздар, алғашқы минут аяқталар сәтте Елімай кездесінің қақпасынан саңылау тауып алды. Әуелете асырылған пас, баспен бағытталған соққы айналып қақпаға сыр бере қойған жоқ. Нұрбек Амангелдінің орындауында кезекті стандарт. 30-шы минут басталды және гол! Нұрбек Амангелді не істеді? Бағана жақын тұстан гол соға алмаған Нұрбек қазір орындауында стандарт. Бұл жолы жер бауырлата бере салды. Ал қараңыздар, 2-1 футболшы алданып қалды, бірақ одан кейін мұндай пасқа жетпеді. Амангелді 30-шы минутта таразбасын теңестірді Атырау командасында. Қазір титрда қате кетті. Елімай командасында қосалқы құрамынан Нұрсұлтан Жомарт енді деп шықты, бірақ Елімай командасында 10-шы нөмірлі футболшы деп айтып отқанымызда Атырау командасы қандай гол соғып отыр. Алихан Серікқали. Алихан не істеді? Міне айбалаңның ішіне кірді да ортаға ойысып барып бір футболшыны қапыда қалдырып кетті. Оның үстіне Алихан Серікқали алыс 9-лыққа 1-0 есебімен жеңіліп жатқан команда 2-1 есебімен қазір алда тұр. Елімай тағы да шабуылда және есепті теңестіретін мүмкіндік және гол! Есеп 2-2, ал ендеше міне осындай ойын керек бізге, құрметті көрермен, осындай тартысты тамаша матч керек. Міне бейне қайталау, шынымен де ешқандай да офсайд жоқ. Бекенов 3 футболшының арасынан сытылып шықты да сол аяғымен соққы бағыттады. Және не істейді ол? Ашық әріптестерін қарайластыруда. 3 футболшының қыспағында Елімай футболшысы қалып кетті. Жерде офсайд жоқ, ортаға берілген пас және қақпаға соққы бағыттайды қазір. Есеп 2-3, ал ендеше ашылды Елімай. Екінші таймның 5 минут артта қалған жоқ. Біз 3 гол көріп тастады, құрметті көрермен. 3 гол. Шабуылына назар аударайық қазір, қараңыздар. Хоп, мінекей, алдына салып алды да жақын бұрышты тамаша көздеді. Қақпашы жауып үлгермеді, шыны керек. Асанәлі Жамбала жақын бұрышты жауып үлгермеді. Соның кесірінен есеп қазір 3-2, 2-3. Сонымен Нұрсұлтан Жомарт және гол! Есеп 3-3, матчтағы 6-шы гол Нұрсұлтан Жомарт. Жомарт десе Жомарт екен бұл жігіт. 4 гол. Қараңыздар, қандай әдемі гол, қандай әдемі. Қақпашыда күтпеген секілді мұндайды. Екі Бекеновпен бұл жерде Тұрысбектің екі аяғының ортасынан өткізіп жіберген. Жер бауырлат. Сол қай футболшы екенін көріп отырсыздар. Алыстан соққы жасалды. Дегенмен қақпадан шабуылын жалғастырады. Ақжейдел жігіттер жеңіс голын соғып 3 ұпай еншілеп кетсек дейді. Бірақ қақпашы бар қақпада. Данил Малышев керемет сейф жасады. Шыны керек. Міне қарап өтейік. Жаңа ғана алаңға шыққан Нұрбек Амангелді допты қайтарып алды және гол! Есеп 4-3. Атырау қайтадан камбэк жасады. Бүгіндікке осымен екінші матчта 4-3 есебі тіркеліп отыр.
Мінекей Нұрбек Амангелді нәтижелі пастың авторы. Богдан Грабко жай ғана бір ғана аяқтың қойысымен есепті 4. Бір мүмкіндік бар, сонда да төреші мүмкіндік беруде шабуылдауға. Және қақпашы орнында. Кездесу аяқталды, құрметті көрермен.